Екі дүниенің бақыты. Марзия Бекайдар. 5 қару. Махаббат. Егер жақсы көрген адамың үшін өзіңді құрбан етіп, жаныңды азапқа салсаң, күйеуімнің бар қорлығына көнемін. Адамдар маған төзімді бол деді, төземін десең, бұл махаббат емес. Кейбіреулер Марзия әйелдерді қанша қиналса да бәріне шыдауға үйретеді деп ойлайды. Біріншіден, өз басым әйелдердің мұң шерін ішінде сақтап, былайғы жұртқа бақытты адамның кейпін танытуларын еш құптамаймын. Керісінше, алдыма келген клиенттеріме өз сөздерін, өз ойларын ашық білдіруге кеңес беремін. Ең алдымен өздеріңізді бағалап құрметтеңіздер, өздеріңізге адал болыңыздар, мінсіз болуға тырыспаңыздар. Пендесін биіктету де, төмендету де тек Алланың құзырында. Екіншіден, сынақты сабырмен көтере білу ақыл-парасат пен көрегендіктің және жүректің ісі. Қасиетті Құранда айтылғандай, әрбір сынаққа даналықпен қарау керекпіз. Алайда шыдамдылық, сабырлылық кез келгеннің қолынан келе бермейді. Бұл жаратушыны толықтай мойындағандарға ғана тән қасиет болса керек. Үшіншіден, құрметтілерім, менің сіздердің ер азаматтарыңызға қарсы келіп немесе сырттарынан ғайбат сөз айтуларыңызды сұраймын. Айтпауларыңызды сұраймын. Әйел табиғаты тылсым сырын ішіне бүккен қара жердей. Сол табиғатымызды сақтап жүрейік. Ерді ер ететінде әйел, қара жер ететінде әйел. Оны да ұмытпайық. Төртіншіден, адами махаббатты шариғат шеңберінен асырмай ұстау керекпіз. Яғни, күйеулеріңізге табынып кетпеңіздер. Жүрегіміздің төрінде жаратушы тұруы тиіс. Жүрегі Алла деп соққан адамдардың иманы өзгелерге қарағанда әлде қайда күшті. Яғни, күйеуіңіз қанша жерден тиран болса да, сіз оны иманыңызбен жеңіп аласыз. Бесіншіден, рас, кей әйел күйеуінен көп қорлық көреді, ал ажырасып кете ме, әлде шыдап жүре бере ме, бұл әркімнің өзінің шаруасы. Мен тек мынаны айтқым келеді. Егер күйеулеріңізбен бірге тұруға шешім қабылдасаңыздар, оны амалдың жоқтығынан шыдаймын деп емес, жаратушымның разылығы үшін шыдаймын деген ниетпен жасаңыздар. Көп адамның Аллаға деген махаббатында бір кем дүние бар. Ал егер кімде-кім жаратушысын қалтқысыз сүюді үйренсе, ұлы махаббаттың керемет дәмін сезініп, одан еш уақытта бас тарта алмас еді. Бұл тура жанға бальзам іспетті. Аллаға деген махаббат тағдырымызға ризашылықпен қарауды, өзімізді бағалауды және адамдарды қас-қалпында қабылдауды үйретеді. Иманды күшейтіп, ақылға ақыл, сабырға сабыр қосады. Мен сені іздеппін. Бас сауғалар пана таппай адасқанда, мен сені іздеппін. Қателігім мен нәпсіммен азап шектім, сонда мен сені іздеппін. Дүниенің бар ғажабын бақытыма балап алданғанда, сені іздеппін. Сатқындықты, арамдықты көп көрдім. Тіреу болар адам таппай қиналғанда, мен сені іздеппін. Ата-анамның ықыласы мен разылығын алуға ұмтылған кезде де, мен сені іздеппін. Адамдар қошемет көрсетер екен, қолдаса екен, бағаласа екен деп оларға қызмет еткенде, мен сені іздеппін. Менің жаным әрқашан бір өзіңе ғана мұқтаж болған екеу. Уай, сүйікті Алла! Түптің түбінде сені танып, нағыз бақыттың не екенін біле бастадым. Сені ойласам, денемнің әрбір тіні мен жасушасы ерекше күйге бөленіп, жаным жадырайды. Ең ғажап сезім саған құлшылық ету, шексіз сый-құрмет, саған құл болу, сарқылмас игілік, сені сүю. Жанымның әрбір бөлшегімен өзіңе шүкіршілік етемін, мейірімді, рақымды Алла. Алладан басқа ешкімде күш пен қуат жоқ. Алпыс аунаған дүниенің бір күнінде қуанып, бір күнінде қиналып жүру тағдыр ісі. Кейде түпсіз терең тұңғиыққа батып кеткендей, үмітсіздіктен өзіңді көрге тартасың. Ол сені сол тұңғиықтан да алып шығады. Алланың құдіреті шексіз. Тек сол ғана әп-сәтте бәрін өзгертеді. Өз пендесінің жан дүниесіндегі барлық құпиялар тек соған ғана аян. Пендесі айналасынан іздейтін мейірім махаббатты тек сол ғана бере алады.
адамдар үшін кешірілмес күнә саналатын дүниелерді кешіруші де тек сол. Біз өзгелерден күткен қайтарымсыз, риясыз махаббатқа бөлейтін тек сол. Ол соншалықты кешірімді, мейірімді, жүрегімізде орны қалған жан-жарымызды білетін, емдейтін тек сол. Біз мұқтаж дүниенің бәрін бере алатын де тек сол. Біз басымыздан не өткердік, жетістікке қандай жолмен жеттік, оның бәрін білуші тек сол. Өткенімізді, бүгінімізді, ертеңімізді көріп тұрған да тек сол. Тек соған ғана бас иеміз, тек содан ғана сұраймыз. Бұл ақиқат. Алла бүкіл әлемнің жаратушысы және билеушісі. Аллаға құлшылық етіп, оған мойынсыну керек. Тек соған деген шексіз сүйіспеншілік керек. Тек соған деген сенім керек. Алладан басқа ешкімде күш пен қуат жоқ. Оның мейірімі шексіз. Адам өзіне көп нәрсені шектеп қойған. Жетістіктеріміздің таңдай қағарлық керемет нәтижесі біздің еңбегімізден немесе қалауымыздан емес. Бұл Алланың бұйрығы, Алланың рақымы. Былайша айтқанда, сол керемет нәтижені жаратушы пендесі соған лайық болғаны үшін ғана бермейді. Жоқ, ол шексіз мейірімді болғандықтан береді. Алла тағала құлдарына одан да ғажап, одан да көп нәрсені бере алады. Бірақ ми мен мінездегі соншалықты көп шектеулер Алланың бізге деп дайындаған несібесінен айырады. Сол себепті бізге сол шектеулерді бұзу керек.